Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, қытырлап тұрған ерекше дәмді хворостың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін осылай қамыр илейтін ыдысымызға жылы суымызды, қантымызды, жұмыртқаның сарысын қосып, және де шым-шым тұз, уксус, сары майымызды қосып, барлығын бірге осылай араластырып, қоспамызды дайындап аламыз. Барлық керекті ингредиенттер, барлық керекті заттардың барлығы видеоның төмен жағында описание бөлімінде жазылған. Сол бойынша жасасаңыздар, қамырыңыз қолыңызға да, ыдысыңызға да жабыспайтын болып, өз бабында иленеді. Мінекей достар, барлық қоспамызды қосып, уксусымызды құйып, осылай сұйықтығымызды дайындап алдық. Енді осының үстіне құрғақ ұнымызды салып, қамыр илейміз. Мінекей достар, құрғақ ұнымызды салғаннан кейін, осы құрғақ ұнның үстіне осындай шай қасық разрыхителімізді қосып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осылай достар, қамырымызды біріктіріп қолымызбен илеп аламыз. Қолымызға, ыдысымызға жабыспайды. Осылай бабында керемет болып иленді. Енді бұны шамамен 10-15 минутқа тындыруға қоямыз. Осылай қамырымыз тынғаннан кейін, июі қанғаннан кейін, бұны екі бөлікке бөліп, осылай домалақтап, дөңгелектеп, жайма етіп жаюға ыңғайлап қоямыз. Осылай құрғақ ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен әдемілеп, жұқалап жазамыз. Мінекей достар, біз қамырымызды жазып дайындап алдық. Енді ең шеткі бөлігін, қисықтау бөлігін алып тастаймыз. Осылай тегістеп біркелкі етіп аламыз да, осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай. Осылай достар, енді хворостымыздың формасын жасауға көшеміз. Мінекей арнайы кескішінің көмегімен осындай ұсақтап, арасын жақын етіп, бөліктерге бөлеміз. Мінекей достар, арасы жабысып қалмауы керек. Осылай толықтай ашылғанын қадағалап, бір тексеріп алғаннан кейін, енді екеуін бүктеп, осылай формасын дайындаймыз. Видеода мұқият қараңыздар, барлығы түсінікті. Екі жақ шетін жақсылап бекітеміз, ашылып кетпеу керек. Енді осылай ортасын біріктіріп, қолымызбен жақсылап қысып, қазір қуырған кезде майға ашылып кетпейтіндей ортасын бекітеміз. Мінекей достар, біздің формамыз дайын болды. Тура осылай барлық хворостарымыздың формасын дайындап аламыз.
Мінекей достар, осылай хворостарымыздың формасын дайындап, алдын ала қызып тұрған майымызға осылай қуырамыз. Бастапқыда май қатты қызып тұру керек, содан ақырындап температурасын түсіріп, орташа майда осылай екі жағын кезекпе-кезек қызартып пісіріп аламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, қарапайым, жасалу жолы да оңай, хворостарымыз дайын болды. Өте дәмді, қытырлақ және де тәтті болып шыққан. Осы рецепт арқылы міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.